Қайырлы күн. Бүгін шампиньон саңырауқұлақтарын подлив ретінде дайындайтын боламыз. Біз бисмилля деп бастаймыз. Ең алдымен шампиньон саңырауқұлақтарын ұн араластырып суға жуып шығамыз. Менің қолымдағы шампиньондар 600 граммдай болды. Саңырауқұлақтарды бірдей қалыңдықта турап шығамыз. Бір үлкен жуа және бір орташа сәбізді жіңішкелеп тураймыз. Қызып тұрған майға жуаны қуырып аламыз. Жуаның үстіне туралған сәбізді қосып 3-4 минут қуырамыз. Төрт минуттан кейін шампиньон саңырауқұлақтарын қосып жуа сәбізбен араластырамыз. Бетін жауып 10 минут күтеміз. 10 минуттан кейін саңырауқұлаққа тұз, бұрыш қосамыз да араластырып 20 минут средний огоньда пісіреміз. 20 минут ішінде саңырауқұлақ әдемі жұмсақ болып пісіп, суы шығады. Соңында біздің саңырауқұлаққа жирный сливки қосамыз. Менде 22% сливки. Араластырып, бір бұқтырып аламыз. Осылай піскен саңырауқұлақтарды гречка, макарон, пюре сияқты тағамдардың үстіне подлив қылып қоссаңыздар болады. Біздің саңырауқұлағымыз әртүрлі витаминдер мен адам ағзасына қажетті минералдардан тұрады. Осы саңырауқұлақтың жағымды иісі мен дәмі бар. Осы рецепт бойынша шампиньон пісірсеңіз, қалай шыққан комментарийға жазып кетіңіздер. Астарыңыз дәмді болсын. Видеоға лайк басып, каналға подписка жасап қойыңыздар.